Кішкене күнімізден қорабы мен түр-сипаты өзгермейтін ас содасын 18 ғасырдың соңында француз химигі Леблон ойлап тапқан екен. Үй шаруасында ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде ас содасы көбіне бәліш пісіруге қопсытқыштың орнына жүреді. Сонымен қатар сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып тез дайындау үшін және де ыдыс-аяқ жуу үшін пайдаланылады. Ал енді сода тақырыбына өтпес үшін мына ақпаратқа назар аударуларыңызды сұраймын. Менің парақшамды маған тіркелмеген 38% адам қарайды екен. Менің еңбегімді бағалап, арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркелу батырмасын басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Және де өз пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Алдын ала рахмет айтамын, ал енді видеоға назар салыңыздар. Сүтке араластырған соданың дәмі бала күндеріңізден бәріңізге таныс шығар. Бұл қоспа жөтел кезінде әлі күнге дейін сізге ерекше әсер етеді. Дәрігер мамандар бір шай қасық ас содасын қайнаған сүтке қосып, ұйықтар алдында ішуге кеңес береді. Екінші, ал сүтті ұнатпайтын адамдар болса, оларға сода ерітіндісінен жасалған ингаляция тамақ болуға көмектеседі. 1 литр қайнаған суға 1 ас қасық сода жеткілікті. Үшінші, тамағыңыздың ауруына сода ерекше көмектеседі. Оның 2 шай қасығын алып, 1 стақан жылы сумен араластырыңыз. Күніне 5-6 рет шайып тұру керек. Тамағыңыздың шырышты қабығын ылғалдандырып, қышытуын басады. Төртінші, конъюнктивит кезінде көзіңізді сода ерітіндісімен жуғаныңыз дұрыс. Алайда бір ескере кететін жайт, бір мақтаны тек 1-ақ рет қолданыңыз. Бесінші, сода медицинада аритмияға қарсы дәрі ретінде қолданылып келеді. Кенеттен жүрегіңіз қатты соғып, ауырса, соданың жарты шай қасығын тұтынып тоқтатуға болады. Қоғамдық көліктерде басыңыз айналып құсқыңыз келсе, өзіңізбен бірге ас содасын алып жүруді ұмытпаңыз. Егер біреу қышқылға күйіп қалса, оған тез арада ас содасын жағып, байлап тастаңыз. Соданы ауыр жарақат алып көп қан жоғалтқан кезде немесе бір нәрседен уланғанда алғашқы көмек ретінде қолдану қажет. Ол үшін сода мен тұз ерітіндісін дайындағаныңыз дұрыс. Дайындау жолы өте қарапайым. 1 шай қасық сода мен 1 шай қасық тұзды қайнаған 1 литр суға салып, жақсылап араластырыңыз. Дайын болғаннан соң әр 5 минут сайын тұтынып отырыңыздар. Аузыңызда содамен шаю арқылы тіс ауруынан аман қаласыз. Ыстық сода ерітіндісін дайындап қойып, күніне 5-6 рет тісіңізді шаюды әдетке айналдырыңыз. Сонда сізге тіс дәрігеріне көрінудің қажеті болмайды. Сонымен қатар сода тамаша косметикалық зат. Оны сабын ұнтағымен араластырып, аптасына 2 рет бетіңізді сүртіп тұрыңыз. Ол сіздің бетіңізді безеулерден құтқарады. Сода тіс пастасында орнын ауыстыра алады. Мақтаны содаға малып, тісіңіздегі дақ кеткенше ысқылаңыз. Көп ұзамай нәтижесін көретін боласыз. Сода шыбын-шіркей, құрт-құмырсқа шаққан жерлерді де тез кетіреді. Шаққан жеріне күніне 2-3 рет жақсаңыз, жараның орнында қалмайды және жараның аузына микроб та түсірмейді. Жұмыстан қатты шаршап келген күні кешке содамен аяғыңызды уқалаңыз. 5 ас қасық соданы 10 литр жылы сумен араластырсаңыз жетеді. Аяғыңызды суға 15 минутқа салып уқаласаңыз, шаршағаныңыз бірден басылады. Менің айтқан ақпараттарым пайдалы болса, өз пікірлеріңізді қалдырып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да пайдалы, кереметтей ақпараттармен бөлісетін боламын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға көп рахмет.